Жатарда телефон қарап жататын болсаң, онда видеоны соңына дейін көр. Аллах Тағала қасиетті Құранда сендердің ұйқыларыңда біз күллі денелерің тынығатындай еттік, және те түнді сол үшін сендерге киім қылдық дейді. Ал күндізді тіршіліктерің үшін қойдық деген аяттарын бізге 14 ғасыр бұрын баяндаған. Ал енді шынымен де киім адамды күннің сәулелерінің артық өтіп кетуінен, сондай-ақ суыққа тоңып қалуымыздан және де басқа да көптеген зияндардан, ылғалдан, әртүрлі зиянды нәрселерден қорғап тұратын секілді, түннің қараңғылығы біздің күллі организмімізді, сондай-ақ ішкі органдарымызды да күндіз бойы жұмыс істеп шаршауынан демалдырып тынықтырады, және қандай да бір зияндар тиген болса, түнде демалу арқылы сол зияндардың бәрінен арылады. Ал енді адам өз-өзіне зиян тигізіп, түнде теледидар қараса, смартфон қарап жататын болса, осы арқылы америкалық Бригем және де әйелдер ауруханасының ұйқы бөліміне жауапты профессор Чарльз Кирсдің ғылыми еңбегінде жарияланғанындай, бұл ұйқысыздыққа, сондай-ақ семіздікке, күйзеліске, стресстің әртүрлі түрлеріне, сондай-ақ жүректің әртүрлі дерттеріне шалдықтыратын жеткілікті зиян деген. Ал енді осы зиянның алдын алып, Аллах Тағала бізге түнді сендерге киім қылдық емес па деу арқылы ақылымызы қозғатып, тіршілігіміз үшін, жарықтарға қарау үшін, немесе біз қолданатын смартфон, теледидарлар күндіз қолдануға қарай бір ишарат тастап, ғылымға жаңалық жариялаған еді ғой. Олай болса, Алла Тағаланың Құраны хақ.